бөлінеді. Соның ішінде жеке аймақ, тыныш аймақ, сондай-ақ атриум, топтық аймақ. Соның ішінде мен тыныш аймаққа тоқтала кетсем. Тыныш аймақта біздің қазақ әдебиеті бөлімі орналасқан, яғни бұнда біздің қазақ ақындары мен жазушыларының кітаптары орналасқан. Айта кетсек, яғни бұл жерде біз тек авторлардың фамилиясы бойынша іздей аламыз. Мысалыға А әрпінен біз Жүсіпбек Аймауытовтың кітаптарын іздеп таба аламыз. Дидар Амантай, сондай-ақ Мұхтар Әуезов әріп бойынша Әуезовтың мұнда 49 томдығы орналасқан. Сондай-ақ жоғарыда да жаңа кейінгі басылымдары бар. Дидахмет Әшімханның томдық кітаптары бар. Сондай-ақ Мархабат Байғұттың 7 томдығы да біздің кітапханамызда бар. Ахмет Байтұрсынұлының 6 томдығы, сондай-ақ басқа сериямен шыққан тағы да кітаптары көп бізде. Оралхан Бөкей жазушы, бұл кісінің де бізде 7 томдық кітабы, және де басқа да Қар қызы, Кербұғы секілді кітаптары кітапханамызда бар. Келесі бізде әріп бойынша Смағұл Елубай, одан бөлек бізде Сәкен Жүнісовтың кітаптары бар, 7 томдығы, және де одан бөлек тағы 2 томдығы бар. Сондай-ақ қазақтың заңға жазушы Әбіш Кекілбайұлының 20 томдық кітабы бар. Сонымен қатар біздің кітапханамыздың қазақ әдебиеті бөлімінде қазақтың батыр ұлы Бауыржан Момышұлының томдық кітаптары бар мұнда. Сондай-ақ Шерхан Мұртазаның Қызыл жебе, Ай мен Айша секілді шығармалары бар. Қазақтың дара ақыны Фариза Оңғарсынова апамыздың томдық кітаптары да орналасқан. Кітапханамызға келіп кітап оқитын оқырмандарымыз өте көп. Соның ішінде студенттер және оқушылар, әсіресе 143 мектептің оқушылары көптеп келеді.